Саламатсыздар ма балалар? Біз әлі күш туралы оқып жатырмыз. Келесі күшіміздің түрі деформация, гук заңы және серпімділік күші. Ал сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсатымыз бүгінгі серпімділік деформацияны және пластикалықтың екеуін бір-бірінен ажырату, білу және мысалдар келтіру. Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу. Деформация деп отырғанымыз ол латын тілінен аударғанда өзгеру деген мағына, яғни дене пішінінің немесе өлшемдерінің өзгеруі. Деформацияның екі түрі бар: пластикалық және серпімді. Қазір екеуін ажыратып білеміз. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертетін болса, мұндай деформация деп аталады. Пластикалық деп аталады деформация. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене бастапқы пішіні мен өлшемі қайтадан қалпына келсе, мұндай деформация серпімді дейді. Серпімді көбіне пружиналар үнем. Яғни пружина созылады, ол қалпына келеді. Ары қарай, серпімділік күші дененің деформациялануы кезінде пайда болатын күш. Серпімділік күшінің бағыты дененің деформациялануы кезіндегі ығысу бағытына қарама-қарсы бағытталған, яғни F серп деп аталады. Серпімділік күші осылай белгіленеді. Сонымен серпімділік күші денені қысқанда, созғанда, майыстырғанда, иінде пайда болады екен. Енді балалар, сіздерге азғантай уақытта немесе видеоны паузаға қойып қоямыз да, осы ребусты шешіп, жауабын группаға жібереміз, топқа. Кім бірінші жауабын табады екен осы ребустың. Ал балалар, енді мына гук заңына келейік. Гук заңы серпімділік күші мен серпімді деформацияның арасындағы байланысты ең бірінші 1660 жылы ағылшын физик Роберт Гук ашқан. Сондықтан бұл заңды біз гук заңы деп атаймыз. Гук заңы серпімділік күшіне қарап отырыңыздар. F серпімділік тең болады Kx, яғни F серп деп отырған серпімділік күші, X деп отырғанымыз ол дененің созылу мен сығылу шамасы. Одан кейін дененің бастапқы ұзындығы L, ал L нөлевой ол деформацияланғаннан кейінгі дененің ұзындығы. К деп отырғанымыз қатаңдық, бұл тұрақты шама болып саналады. Енді формулаға келетін болсақ, серпімділік күшін біз ньютонмен есептейміз. Барлық күштерді ньютонмен есептейміз, оны білеміз. Содан кейін міне алмасу формулалары. Яғни X-ті табу үшін серпімділікті бөлеміз К-ға, К-ны табу үшін F серпімділікті бөлеміз X-ке. Міне өлшемділіктерін көріп отырсыздар. Осыны дәптерге жазып аламыз. Тағы да балалар, екінші ребусымыз бар. Мына ребусты тездетіп тағы шешіп көрейік. Бұны кім бірінші табар екен? Динамометр туралы айтып кетейік. Динамометр алдынан бері айтып жатырмыз, бұнымен таныспыз. Яғни күшті өлшейтін құрал екен. Яғни динамик деген күш деген, а метрию деген өлшеймін деген мағына. Динамометрлердің бірнеше түрлері бар. Мысалға, міне көріп отырсыздар, үш түрлі беріп тұр мына жерде. Бұлшық етінің күшін өлшейді, міне қол динамометрі, үлкен күштерді өлшейді, тарту динамометрі. Одан кейін электрондық динамометрлер және қарапайым динамометрлер бар екен. Ал енді балалар, ары қарай есеп шығарып көрейік. Қатаңдығы беріліп тұр бізде 100 ньютон бөлінген метр. Және соны 1 сантиметрге созу үшін қанша күш жұмсалатынын табамыз. Бұны да чатқа жібереміз, немесе оқулыққа жүктейміз жауабын. Келесі есебіміз: резеңке таспаның қатаңдығы 7,2 көбейтілген 4 ньютон бөлінген метр. Егер таспаға осындай 10 килоньютон күш әрекет ететін болса, оның болатын шамасы қандай екен? Содан кейін екі есепті шығарып болғаннан кейін оқу тапсырмамыз бар, яғни деформация, серпімділік күшін оқимыз. Кітапта, сіздердің кітаптарыңызда бұл 80-ші бетте. Сабақ аяқталды, балалар, сау болыңыздар.